Ассалаумағалейкум. Бүгін ИП-ны тоқтату, яғни жеке кәсіпкерлікті уақытша тоқтата тұру жолдарын көрсететін боламын. Ең алдымен кабинет налогоплательщикке кіреміз. Осы жерге войти ЭЦП по ЭЦП деп басамыз, яғни ЭЦП кілт қажет. Путь хранилище басып, рабочий столдан немесе өздеріңіздің кілттерді сақтаған жерден кілттеріңізді тауып аласыздар. Мысалы, менде ключи Марат дегеннің ішінде көптеген адамдардың кілттері бар. Осы адамдардың үнемі отчеттарын тапсырып беремін, ИП-ларын тоқтатып беремін. Қосымша дополнительный налоговый отчеттарын тапсырып беремін, 200, 910 отчеттарын тапсырып беремін, ИП-ларын жауып беремін, ТО-лардың отчеттарын жауып беремін, басқа да қызметтерін жасап беремін. Дәл осылай мына кісіге ИП-сын тоқтататын боламыз уақытша. ЭЦП пароль қажет. ЭЦП пароль латын әріпте болу керек. ЭЦП кілтіміз шықты. Выбрать батырмасын басып, кабинет налогоплательщикке кіретін боламыз. Налогоплательщикке кірген кезде сіздерге кейбір вкладкалар шығып кетуі мүмкін. Соған галочка қойып, ознакомлен батырмасын басасыздар. Яғни таныстым деп қол қоясыздар. Оны мұқият қарап шығыңыздар. Мүмкін важный ақпараттар болуы мүмкін. Сізде нарушение болса, барлығы осы вкладкаға шығып тұрады. Сіздер ИП-ны тоқтату жөнінде налоговое заявление о предоставлении, продлении, возобновлении, предоставлении налоговой отчетности дегеніне шықты. Осы бланканы толтыратын боламыз. Налоговое заявление. Қарап алыңыздар. Бұл 00100 деп тұр. Яғни страница өзі бірақ беттік страница. Тек қана осыны ғана толтырып, бірінші бетті ғана толтырып, өзі бірақ бет. Соны жіберетін боламыз. Оны тоқтату үшін сіздерде ешқандай пеня болмау керек. Және де налоговый отчеттарыңыз барлығы тапсырылған болу қажет. Приостановить налоговый отчетность дейді. С деген жерге, яғни қай уақыттан бастап сіздер тоқтатқыларыңыз келіп тұр, сол уақытта жазасыздар. Негізі оған көбіне 1 июль, яғни 1 шілде 2023 жыл, немесе 2024 жыл, және де 1 қаңтар 2024 жыл солай басталады, яғни жарты жыл сайын. Егер сіздерде упрощенка болса, 1 июль деп қоясыздар, немесе 1 январь 2024 деп қоясыздар. Ал егер сіздерде 200 квартал сайын болатын болса, онда кварталмен жасауға болады. Мысалға 1 апрельден бастап қоюға болады, 1 июльден бастап қоюға болады, 1 октябрьден бастап қоюға болады. Қазір сіздерде февраль айы болса, біздерде февраль айына біздер отчетты тапсыруымыз керекпіз. 910 упрощенка болса, яғни 1 полугодия отчет тапсырамыз, 2 полугодиядан бастап тоқтатамыз. Периодтар бір-біріне еніп кетпеу керек. Және қай уақытқа дейін тоқтатқыңыз келеді. Мысалға, осы 1 желтоқсан 2025-ке дейін тоқтатуға болады. Немесе 2024 31 желтоқсанға дейін тоқтатуға. Оны өзіңіз таңдайсыз, өзіңіздің еркіңізге қарай. Тоқтату уақыты упрощенка 210, 200, сол формалардың барлығына да бірдей. Қай периодта тоқтатқыңыз келеді, сол периодта қоясыз тоқтатудың окончаниясын. Мына жерде 200-ларда 1 апрель, 1 июль, 1 октябрьден бастап, 1 январдан бастап. Мысалы, февраль айы болса, біздер 1 кварталға отчет тапсырамыз, 2 кварталдан бастап тоқтатамыз. Нақты түсіндіре алдым деп ойлаймын. Егер түсінбесеңіздер комментарийға жазыңыздар. Мына жерге налоговый отчетности, яғни по месту жительствоға поиск батырмасын басып, 3 нүкте лупаны басып, өзіңізге керекті, яғни қай
налоговый органға қарайсыздар, соны тересіздер. Мысалға Алматы облысы болса, Алматы, Алатау ауданы ма, Есіл ауданы ма, өздеріңіздің аудандарын таңдайсыздар. Біздер Ақтөбе облыс, Хромтовский, Чалкарский район, Уильский район толып тұр. Бізде Ақтөбе қаласының өзі болғандықтан мына кісінікі 0618-ді таңдап жатырмыз. Балқаш, Жамбыл, барлық райондар бар. Егер сіздер кодын білмесеңіздер, осылай теріп қарап алуыңызға болады. Біздер кодын білеміз, 0618 десеңіз шығады бірден. Сіздерге іздеу жолын көрсетіп тұрмын. Міне 0618-дің қасында 3 нүкте тұр, соны бассаңыздар шығады. Болғаннан кейін сохранить кабинет налогоплательщика басасыздар. Бұл отчеттарыңыз сақталатын болады. Сақталғаннан кейін проверить дополнение басасыз. Бұл жерде қандай ошибкалар бар, соны шығаратын болады. Біздер 213 және 214-ті толтырған жоқпыз. Оны өздеріңіздің налоговый кодекстеріңізге қарап толтыратын боласыздар. Дәл сол основание статья 213-214. Бұны налоговый кодекстің Google-ға жазып, осы 213-214 статьяларда оқып шығасыздар. Сізге қайсысы қажет? Және сіздің жеке кәсіпкерлігіңізге немесе ТО-ға қайсы статья сәйкес келеді, соны таңдайсыздар. Негізі жеке кәсіпкерге тек қана біреу ғана таңдалады, 213 болу керек. Соны таңдағаннан кейін отправить налоговый отчет ОГД дегенді басасыздар. Вы действительно хотите дейді, окей батырмасын басып, қайтадан путь хранилище дегенге кілтті таңдайсыздар. Жаңа адамның кілті астында тұрған РСА, ИП немесе физлицо болса РСАны таңдайсыздар. ТО болса ГОСТ таңдайсыздар. Госучреждение болса да астында ГОСТ деп тұрады. Сол кілтті таңдағаннан кейін пароль болады, пароль тересіздер. Кейбір жағдайларда ЭЦП парольдің аутта басқа пароль, РСАда басқа пароль болады, соған да мән беріңіздер. Басқаннан кейін выбрать басасыздар. Басқаннан кейін заявлениенің астында поиск басқаннан кейін представление, продление, возобновление, предоставление налоговой отчетности деп тұр. Бүгін 17 ақпанмен черновик болып тұр. Егер дұрыс емес болса, отказ в обработке болып тұрады. Егер дұрыс қабылданса, обработаны болып тұрады. Сіздерге мына оң жақта көрініп тұрғандарыңыздай уведомление шығатын болады, соны шығарып аласыздар. Сұрақтарыңыз болса комментарийға жазыңыздар.